Баршаңызға қайырлы күн, бұл мен Роза Мелдебек. Бүгін біз сіздермен 86-шы сабақтың 6-шы, 7-шы, 8-шы және 9-шы, 10-шы есептерін шығарамыз. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. 6-шы тапсырманы орындайық. Қарындаштарды қораптарға бөліп салуға көмектесейді. А бөлігінде қораптың санын табу керек. 23 қарындаштың саны 23, бір қораптың сыйымдылығы 5 болса, қанша қорап керек және қалдық қанша қалады. Осыны есептеу үшін 23-ті 5-ке бөлеміз, 4-ке тең, 3 қалдық қалады. 19-ды 4-ке бөлеміз, 4-ке тең болады да, 3 қалдық қалады. Мына жерде 57-ні 7-ге бөлсек, 8-ге тең болып, 1 қалдық қалады. 80-ді 9-ға бөлгенде 8-ге тең, 8 қалдық. 45-ті 6-ға бөлсек, 7, 3 қалдық қалады екен. Міне осылай кестені толтыруымыз керек. Енді А бөлігінде қарындаштардың санын табу керек. Мынау жоғарыдағы А бөлігіндегі кестеге кері екен. Қарындаштың санын табу үшін біз бір қораптың сыйымдылығы мен қораптың санын көбейтіп, оған қалдықты қосуымыз керек. Ал кеттік. 5 пен 8-дің көбейтіндісі 40, оған 3-ті қоссақ 43. 9 пен 10-ның көбейтіндісі 90, 8-ді қосқанда 98. 4 пен 12-ның көбейтіндісі 48, 2 қалдықты қосқанда 50. 7 мен 11-ді көбейтсек 77, оған 5-ті қосқанда 82. 5 пен 12-ның көбейтіндісі 60, оған 4-ті қоссақ 64 шығады. Міне осындай жолмен бұл есепті шығарамыз. 7-ші тапсырмада қалдықпен бөлуді орындап, оны тексер деген тапсырма берілген екен. Осы есептің бірнешеуін шығарып көрейік. 58 бен 5-дің бөліндісі. 58-ді 5-ке бөлгенде, то есть 58-дің ішінде 5 11 рет бар, 3 қалдық қалады. Тексеріп көреміз. 11 мен 5-ті көбейтіп, оған қалдықты қосамыз. 11 мен 5-тің көбейтіндісі 55, оған 3-ті қосқанда 58 санымыз шығады. Келесі 29-ді 3-ке бөлейік. 29 пен 3-тің бөліндісі. 29-ның ішінде 3, 9 рет бар. 2 қалдық қалады. Тексереміз. 9 бен 3-тің көбейтіндісі 27, оған 2-ні қосқанда 29 санымыз шығады. Міне осындай тәсілмен қалған өрнектерді де қалдықпен бөліп, оны тексеріп аяқтаймыз. 8-ші есепте 2 есеп берілген екен. Ол есептерді әртүрлі тәсілмен шығар деген тапсырма беріпті. А бөлігін оқиық. Сурет үйірмесіне 3-ші сыныптан 8 оқушы және 4-ші сыныптан 12 оқушы келді. Олардың әр қайсында 6 құтыдан гуаш болды. Оқушыларға барлығы қанша құты гуаш бар? Енді осы есептің шартын құрайық. Мінекей есептің қысқаша шартын құрастырдық. Келгені 18 және 12 оқушы, әр қайсында 6 құтыдан гуаш бар. Сұрағы барлығы неше гуаш? Осы есепті 2 тәсілмен шығаруға болады. Бірінші тәсіл. Әуелі оқушылардың санын қосамыз. Сөйтіп оны құтының санына көбейтеміз. Сонда осынша құты гуаш шығады. Екінші тәсіл. Оқушылардың әр қайсысын жеке-жеке көбейтіп, соңында қосамыз. 8 пен 6-ны көбейтіп аламыз, 12 мен 6-ны көбейтіп аламыз, сонда нәтижесі шығады. Жауабы: оқушылар барлығы осынша құты гуаш алды деп жауабын жазуымыз керек. А бөлігінде музейдің бір көрме залына 25 картина және 12 мүсін орналастыруға болады. Осындай 5 залға қанша картина мен мүсін орналастыруға болады деген есеп берілген. Осы есептің шартын құрастырамыз.
мінекей есептің шарты. Енді осы есепті әртүрлі тәсілмен шешіп көрейік. Алдыңғы есептегі сияқты әуелі 12 мен 25-ті қосып аламыз. Сөйтіп оны 5-ке көбейтеміз. Сонда нәтижесі шығады. Екінші тәсіл. 25-ті 5-ке, 12-ні 5-ке көбейтіп, жеке-жеке көбейтіп алып, сосын қосамыз. 25-ті 5-ке көбейтеміз, 12-ні 5-ке көбейтеміз. Нәтижесін шығарамыз. Сонда жауабы осындай 5 салға осынша мүсін мен картина орналастыруға болады деп жауап береміз. 9-шы есеп. Бөлінгіштерді тиімді қосылғыштарға жіктеу үшін әр бояудың ыдысына тиісті қылқаламды таңда дейді. 84 пен 7-нің бөліндісін табу үшін мына 84-ті жіктейміз. Тиімді қосылғыштарға жіктейміз. Жіктегенде екі қосылғышта 7-ге бөлінетіндей болу керек. Сол сандарды мына қылқаламдардың ішінен тауып аламыз. Яғни 84-ті 7-ге бөлгенде екеуі де 7-ге бөлінетін бізде 70 және 14 деген сан. Екі қылқалам мына бояудыңқы. Енді 84-ті 6-ға бөлу үшін оған қандай сандар керек? 84-ті 6-ға бөлінетіндей қандай сандарға жіктеуге болады? Соны мынаның ішінен тауып аламыз. Келесі 84-ті 4-ке бөлуді де тура солай орындаймыз. 84-ті 4-ке бөлінетіндей етіп, қандай екі санға жіктеуге болады? Оны да осы қалған қылқаламдардың ішінен тауып алып жіктейміз. 10-шы тапсырма. Сандардың арасына жақша мен амалдар таңбасын қой. Бұл тапсырма зерттеушілік тапсырма екен. Енді осыған көңіл бөлейік. 4-8-дің арасына қосу, азайту, көбейту, бөлу таңбаларын қажеттісін қоямыз және жақшаны пайдаланамыз. Сонда нәтижесінде 120 шығатындай болу керек. Енді осыған ойланып көрейік. Әуелі 8 бен 8-ді қосамыз. Сөйтеміз де оны жақшаға алып қоямыз. Нәтиже 16-ға тең. 16-ны 8-ге көбейтеміз. Көбейткенде нәтиже 128-ге тең. Енді осыдан 8-ді азайтсақ, 120 деген сан шығады. Келесіде амал таңбаларын және жақшаны қойғанда бізде 9 саны шығу керек. Ол үшін мына 2 санды көбейтеміз. Ол санға 1 8-ді қосамыз. Сөйтеміз де осыдан шыққан нәтижені 8-ге бөлеміз. Ал тексеріп көрейік. Мына жерден 64 шығады. 64-ге 8-ді қоссақ 72-ге тең. 72-ні 8-ге бөлгенде 9-ға тең. Мінекей есепті шығардық. Егер сіздерге пайдалы болған болса, маған лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер.